Баршаңызға қайырлы күн. Қыстың қамын жазда ойла деп, қыста жеуге болатын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Барлық керекті құрамды описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Жуамызды майдалап турап алып, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Майымыз қуырылғанша көкөністерімізді де кесіп дайындап аламыз. Барлығын бірдей көлемде тураңыздар. Мен жаңа жуаны уақтап турағандықтан барлығында уақтап солай турайтын боламын. Достар, менің видеоларым ұнап жатырса, сіздерге комментария бөліміне жазып кетіңіздер және тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Тәтті бұрыштарыңыздың басқа да түстерін таңдасаңыздар болады, достар. Өте әдемі болып шығады түс беріп салатыңызға. Келесі кезекте ащы бұрыштарымыз бен сарымсақтарымызды да майдалап турап, қуырылып жатырған көкөністерімізге қосатын боламыз. Қыста банкамызды ашып жеуге өте таптырмас дәмді салат болып табылады. Сіздер де жасап көріңіздер. Кабачкиларымызды да уақтап турап, көкөністерімізге қосатын боламыз. Салатымыздың дәміне қарай тұзын, секерін қосатын боламыз. Және де өзіңіз ұнатқан көк шөптен қоссаңыз болады. Мен кептірілген түрін қостым. Сіздер балғын түрін қоссаңыздар да болады. Қызанақтарыңызды алдын ала ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Оны да салатымызға қосып, жақсылап араластырып, бетін жаппай қайнататын боламыз. 20 минут өткеннен кейін осындай түске енетін болады салатымыз. Оны тағы да араластырып, 10 минутқа бетін жауып, қайнатып алатын боламыз. 10 минут өткеннен соң үстіне уксусымызды құйып, тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің қысқа дайындаған салатымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға, жасап көріңіздер, сіздерде өте дәмді болып шығады.